Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен 6-шы сыныптың 66-шы бетіндегі Unit Review тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Каналға тіркелгендерге ғана жаңа видеолар көрінетін болады. Сонымен бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада match the words in the box with the sentence. Яғни мына сөйлемдермен мына қораптың ішіндегі сөздерді сәйкестендіру қажет. Бастадық. Tom's playing with the white pieces and Karen with black. Яғни Том бізде ақпен және Karen қарамен жүреді дейді. Ол әрине бізде chess болады. Екінші, we were studying the 15th century this year. Біз оқыдық 15-ші ғасырда дейді. Яғни 15-ші ғасырда оқып жатырмыз дейді. Ол бізде әрине history болады. We go to the computer room for this class дейді. Біз компьютер бөлмесіне барамыз. Бұл сабақта әрине ICT болады. Төртте, do girls play football in your class? Сенің сыныбында қыздар футбол ойнайды ма? Әрине бұл PE-ға, яғни physical education дене шынықтыруға қатысты. We have 20 minutes in the morning. Бізде 20 минут бар таңертең дейді. Әрине ол бізде break, үзіліс. Алтыда, what's 1395 дейді. Ол әрине бізде мәз болады. The question are always very difficult. Сұрақтар әрқашан өте қиын дейді. Ол әрине бізде экзаменде, емтиханда. I play the guitar and the piano. Мен гитарада және пианинода ойнай алам дейді. Әрине ол бізде мюзикке қатысты сөз. Екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада саған былай айтады. Complete the list with the words in the box. Яғни мына бағаналарды мына қорапшаның ішіндегі сөйлеммен толықтыр дейді. Football, swimming, basketball. Әрине ол спорт болады. Science, geography, French. Бұл бізде subject, яғни сабақтар. Homework, lesson, class. Бұл бізде сабаққа қатысты сөздер. Fizzy, drink, water, juice. Яғни бұл бізде сусындар. Burger, crisps, chips. Бұл бізде зиянды unhealthy foodтар, яғни зиянды тағамдар. Apples, grapes, pears. Бұл бізде fruitстар, яғни ортақ сөздердің барлығын тауып қойдық. Енді үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада саған былай айтады. Write true sentence with can or can't дейді. Яғни өзіңе қатысты дұрыс сөйлемдер жазып шық дейді. Мысалға қайсысын can, яғни жасай аласың, қайсысын can't жасай алмайсың. Мен саған мысал ретінде жазып қойдым. Осыны көшіріп алсам болады. Бастадық. I can swim 1 kilometer. Мен 1 километр жүзе алмаймын дедім. I can't speak Mandarin. Мен Қытай тілінде сөйлей алмаймын. I can't stand on my hand. Мен қолымды қойып тұра алмаймын. I can make pizza. Мен пицца жасай аламын. I can't dance salsa. Мен сальса билей алмаймын. I can't eat 6 burgers. Мен 6 бургер жей аламын. Мен өзімдікін жаздым. Енді төртінші тапсырмада саған осы жазған сөйлемдеріне сұрақ жаса дейді. Мен саған сұрақ жасап қойдым, яғни can you swim 1 kilometer? Яғни сен 1 километр жүзе аласың. Мен I can swim деп едім ғой. Енді соған мен сұрақ қоюым керек. Қараңдар. Енді мен сұрақта can you swim 1 kilometer? Сен 1 километр жүзе аласың ба деп қойдым. No, I can't. Мен себебі мына жерде can't дедім, мына жерде сәйкесінше can't болу керек. Can you speak Mandarin? Сен қытайша сөйлей аласың ба деп қойдым. Әрине no, I can't дейді, себебі мен мына жерде can't қойдым. Can you stand on your hand дейді. No, I can't қойдым, себебі мен жоғары жақта үшінші тапсырмада no деген болатынмын. Can you make pizza? Сен пиццаларды жасай аласың ба дедім. Yes, I can дедім, себебі мен жоғары жақта yes, I can дегенмін. Can you dance salsa? Сен сальса билей аласың ба? No, I can't дедім, себебі мен жоғары жақта мені can't деген, яғни болымсыз жауапты таңдаған едім. Can you eat 6 burgers? Yes, I can дедім. Енді осы тапсырманы түгелмен көшіріп алсам болады. Бұл дұрысы. Ары қарай кеттік. Бесінші тапсырмаға оралайық міне. Бесінші тапсырмада саған айтады. Choose the correct words. Яғни дұрыс сөйлемді таңдауың қажет. Міне мен саған дұрыс сөйлемдерді жазып бердім. Осыны көшіріп алсан болады. I never eat any cheap crisps. I haven't got much rice. There is a lot of salad in the sandwich. There is some water on the table. I can have a sandwich, please. Can I have a sandwich, please? I always have lunch at the school in the school canteen. I don't eat any
Ой, мына жерде many болу керек балалар, мен any деп кеттім. Many pairs. I never eat a lot of snacks at school. Міне жауабын жазып бердім. 6-шы тапсырмаға кеттік. 6-шы тапсырмада саған айтады, can I go out later? Сен кешірек шығара аласың ба дейді. Yes, you can дедім. Міне жауабын бердім. Sorry John, I can't home дейді. Яғни that's pity болады. How often have you got ICT? B жауабы дұрыс болады. Once a week. When have you got history? C жауабы дұрыс болады. On Friday morning. Can I wear jeans to the restaurant? B жауабы дұрыс болады. No, sorry, you can't. 6-да. I have got a story exam this afternoon. A жауабы болады. Oh dear. 7-ші тапсырмаға келдік. 7-ші тапсырмада мына мен саған толығымен жазып қойдым, апайларын тыңдатады. Осы тапсырманы да жазып алсам болады. Жалпы видео ұнады деп ойлаймын. Бірден тез айтуға тырыстым. Енді каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Мен сені күтемін. Бай-бай.